Barchangizga xayrli kun. Session analizimizning 3-kuni bo'lib keladi. Sizlardan jurnallarimizda ko'rik. Bugun bizga YK manzilini ko'rsatib, Core PSA Price Index MM debdir. Bu bizga bazaviy indeks cen наличное потребление. Bu deganimiz bizda жалпы bir yildan өндірілетін қарапайым адамдар сатылатын товар мен услугтардың ашалықты бағасының құны өзгерген кіріседі. MM deganimiz all months over months қазіргі айдың алдыңғы аймен салыстыру. Мысалға, қазір бізде август болса, ол июльдегі бағаны қалай өзгерген көрсетіп тұр. Салыстырмалы түрде осы аймен алдыңғы айды. Екінші бізде прелим GDP quarter Q деп тұр. Жалпы GDP дегеніміз ол бізде ВВП. Барлық сол елде өндірілетін заттардың құны. Quarter, начало QQ дегеніміз ол бізде quarter over quarter, то есть қазіргі кварталды алдыңғы кварталмен салыстырмалы түрде. Мысалы, қазір бізде 3-ші квартал жүріп жатыр. Ол біз 2-ші кварталдың қандай да бір өзгерістерімен салыстырамыз. Нәтижеде прелим деп тұр. Ол бізде предварительный. Жалпы ВВП бізде 3 топтан жаңалықтары енгізіледі. Бірінші advance, ол бізде первичный, уже ол ең алғашқы айда өтіп кеткен. И прелим деген бар, ол бізде предварительный. Сол ең алғашқы жаңалықтан кейін бір ай өткеннен соң шығатын жаңалық ол прелим. Одан кейін уже финальный жаңалық шығады, final. Ол кезде уже ФВП-ның полностью бір квартал бойыншағы қандай да бір өзгерістері бізге көрсетіледі. Қарайтын болсақ, бізде мына жерде предыдущий 0,1 болды, прогноз бойынша 0,2-ге дейін көтерілу бағытталған. Мына жерде көтерілу бағытталған болғандықтан долларға жақсы әсер бере алады. Даже мына жерден қарайтын болсақ, базовый индекс расход наличное потребление. И мына жерде жаңалық туралы кішігірім қысқаша түрде оқи аламыз. И және қарасақ, показатели выше ожидаемых рассматривают как позитивное направление до доллара. То есть мына жерде инфляция бізде көтеріледі, ал доллардың құны да солай көтерілу бағытталғандықтан бұл бізге жақсы прогноз болып келеді. Жалпы. Екінші бізде ВВП. Бұл да мына жерде кішігірім ақпарат жазылған ВВП туралы. Ол да, егер ВВП бізде көбірек болатын болса, сол елдің экономикасы қазіргі таңда жақсарып жатқанын көрсетеді. Керісінше ВВП аз болса, онда әлсіреп жатқан. ВВП көптігі ол бізде долларға также жақсы әсерін береді, ал оның аздығы керісінше жаман. Investor.com'да бізде предыдущий 2,1 деп тұр, бірақ ол қателеу, себебі бізде 1,5 деп шыққандықтан. То есть 1,5 мына жерде и прогноз бойынша да 1,5. Себебі Forex Factory'ға қарайтын болсақ, бізде кішігірім дұрыс жасалып тұр. 1,5 өзгеріссіз көрсетеді деген болжам бар. Мына жерде көрсетілген прогноз бойынша. Сондағы осы екі жаңалықтың алдыңғы өтіп кеткеніне қалай әсер еткенін көрсек болады. Мысалға, бізде июльдің 30-ы сағат 5:30-да болған екен. Қарасақ, 0,3 болды, 0,1-ге түсіп кетті. Долларға кері әсерін беру керек болатын. И ВВП-ны көрейік, дәл сол уақытта түскен екен. То есть мына жердегі екі жаңалық бір уақытта келеді. Бізде де 2,1 болған, ол болса 1,5-ге түсіп кетті. То есть екі жаңалық долларға кері әсерін берді. Енді графиктен көрейік сол уақытта. Мына жерде заранее уже алып кетіп қойған уақытта. Міне 30-ы сағат 5:30 по идее мына жер. Бірақ ол свечаны қарайтын болсақ, аса қатты реакция бермеген. Қарапайым басқа свечалардан өзгерісі жоқ. Бірақ келесі свеча уже долларға прям әсер еткенін көре аламыз, жаңалықтардың шыққаны бойынша. Сондағы ана жердегі қатты импульсті бұл жаңалықтың жалпы волатильный екенін түсінеміз. Долларға қатты әсерін беретін. И сол себепті бұл жаңалыққа біздің өзіміздің назарымызды более қойғанымыз абзалырақ. Егер поверхностына қарайтын болсақ, тек қана осы предыдущий прогнозға сүйеніп отыр. Бізде доллар өсуіне бағытталған бірінші жаңалық, ал керісінше екінші қалыпты, немесе доллардың тоже өсуіне де. Өйткені барлығы стабильный болып тұр, долларға да ол жақсы әсерін бере алады. То есть біріншіден біз тек қана осы поверхностына жоғары қарай кетете аламыз долларға. Ал екіншісінде бізде показательдер бірдей болып тұрғандықтан андай артық бізге керек емес. Қандай да бір болжам жасау, не жоғары, не төмен кетеді деген секілді. Себебі оған более ақпаратты көп жинау керек. Осы жаңалықтарға қатысты
басқа президенттер, президент емес, осы экономиканы әсер ететін немесе осы проценттік ставканы өзгертетін адамдарға анализдерін қарау қажет болады, более нақтырақ айту үшін. Сол себепті қазіргі таңда біз өткелі ғана қарастырып жатырмыз. Қорытынды келетін болсақ, екі жаңалық бізде жақсы әсер етеді долларға, болжам бойынша әрине. И біз осы бүгін 5,5-да көреміз нақтырақ, ол шынымен долларға жақсы әсер етті ме немесе әсер етпеді ме екеніне. Бұл бізде фундаментальный анализ болды, өте беткейлі. Енді техническийден көрейік. Әзірге бұны өшіре салайық. Осы аптадан бастап біз байқағанымыз жаңағы ордер флоу сатушылар жағынан туындаған. Қазіргі таңда бізде әлі де коррекция жүруде. Бізде диапазон бар сатушылар жағынан туындаған и үлкен көлемде имбаланс. Біз айттық то, что баға осы имбаланстың көлемінде сауда жасала береді. То есть ол глубокий коррекция жасауы мүмкін немесе қысқа, біз білмейміз. Сол себепті біз осы коррекцияның қозғалысын аяқталғанын күтуіміз керек болады. 1 сағат таймфреймде бізде әлі де ордер флоу сақталуда сатып алушылар жағынан. Бізде мынау коррекцияның қозғалысы екені көрініп тұр, себебі сатушылар жағынан импульс біз көріп тұрған жоқпыз, ал төменгі жақта реакция алған аймақтар бар. Қарайтын болсақ, имбалансқа и мына жерде орналасқан фракталдарды алып кеткен екен, сатып алушылар жағынан туындаған. Сонымен қатар бізде мынау диапазон полностью сатып алушылардың диапазонына келеді. То есть бұл брейкер блок аймағы. Сол себепті қазіргі таңдағы локально күш сатып алушылар ұсталынып тұрғандықтан более глубокий коррекция жасау мүмкіндігі бағада жоғары жақта. То есть осы аймаққа дейін. Глобально біз төменге қарай қарайтын болсақ, а вот локально жоғары қарай қарауымызға тура келеді. Біз мына жерге қозғалысты әзірге тастап, тек қана осы коррекция лонг дегенде тұра берсін. Енді келесі актив, то есть біз қазіргі таңда долларды жоғары қарай қарастырып жатырмыз. Келесі евро, фунттар ол бізде төмен кету мүмкіндігі жоғары. Дәл байқайтын болсақ, диффусаймен ұқсас евро доллар екеуі де коррекцияның қозғалысы и сол коррекциялық қозғалыс барысындағы консолидацияда тұр. Әрине күндікпен қарасақ, ал вот мына аймақтан бізде соңғы фракталда мына жердегі и ең күшті қозғалыс сатушылар жағынан жалғастырып жатыр. Көп адамдар көп дегенде осы украин трейдерлері осы жерден ашқан, то есть төменге қарай позицияларын ашқан болатын осы аймақтардан. Бірақ бұл қаншалықты өтімді емес екен маған белгісіз. Әрине коррекция жасау мүмкіндігі жоғары төменге қарай, бірақ мұндай позицияларды мен өзім ашпаймын. Сол себепті евро менің көзқарасым бойынша әлі де режим ожидания, то есть өзгеріссіз, нормальный жақсы мүмкіндіктер келгенше дейін. Әзірге просто коррекцияда жүр. Қай жерден сауда жасау керек, қай жерде стоп-лосс болады, қай жерде тейк профит, түсініксіз. Фунтта кішігірім бізде план бар, то есть жоспарымыз. Егер баға төменге қарай түссе, смело жоғары қарай қарай аламыз, егер де подтверждение берсе әрине. Әзірге консолидация болғандықтан уже 4 күн бойы бір жерде сауда жасалуда, не жоғары емес, төмен емес. Біз ешқандай шешім қабылдай алмаймыз. Егер жасайтын болсақ, шешім ол бізде сапасыз болып келеді. И стратегиямыз сай емес. Сол себепті фунт әзірге тоже 3 нүкте осы сценарийді күтеміз. То есть имбалансқа дейін коррекция жасау и жоғары қарай тренд бойынша қарастыру қозғалысты, егер сондай мүмкіндік берсе. Енді USDJPY жаңалықтар бойынша доллар құлауына бағытталатын болса, осы аймақтағы біздің жасап қойған сценарийіміз әбден орындалуы мүмкін. Және де соған бір дәлелдердің бірі, мына жерде орналасқан имбаланстың максимуміне баға отторжение келді. Егер осы күн бізде rejection блок құрылып жабылатын болса, мына свеча, онда тоже бұл подтверждение, то, что баға төменге түсуі мүмкін деген. Әзірге біздің сценарийіміз орындалу үстінде нарратив бойынша. Ал 4 сағаттық таймфреймде бізде брейкер блок аймағы құрылды. Енді ғана міне аймақ. Біз кеше қандай сценарий құрып едік. То есть мына жерде күткеніміз брейкер блокты күттік, минус H4 брейкер блок. Немесе фрактальный рейд минус H1 volume confirmation, то есть төменге қарай. Сондағы мына жерде бізде брейкер блок жасалып тұр, иә?
біздің сценарий бойынша уже келіп тұр. Сол себепті мына жерден позицияны ашу біздің жоспарымызға сай болғандықтан былай ашу уже просто біздің жоспарымыз болады. Бұл бір. Бұл позиция ашылады. Екінші, бұны уже ашылды деп есептейік. Келесі. Бір сағаттық таймфрейм бізде мына жерде фрактальный рейд кетті. Бір сағаттық таймфреймде бізде брейкер лог аймағы құрылған болатын. Мынау диапазон. Екі подтверждение туындағандықтан біз бұл жерден де позиция аша алушы едік. Кешегі күннің сағат 4-те және де 7 аймақтарында баға мына жерге келген болатын. Коррекция ретінде. То есть, по сути, хоть мына жердегі 4 сағаттан брейкер блоктан, немесе осы 1 сағаттан да үш мүмкіндігі болды. Әрине осы аймақтарға дейін в идеале. Бірақ жаңалықтарға қарай позицияны, скорее всего, жабы салу керек болады, немесе рискті ұстап, әрі қарай өзіміздің жоспарымыз бойынша жұмыс жасауға да болады. То есть мына жерде егер проппен сауда жасайтын болсақ, позицияны жаба салу керек дегенді білдірмейді. Себебі позиция бізде егер қазір ашылатын болса, сағат 11, ал жаңалық 5:30-да болады. Проппен ережесі бойынша 5 сағат алдын жаңалықтар шықпай тұрып ашылу керек. Егер одан кештеу болса, 3 немесе 2 сағат алдын ашылып кетсе, онда ол позициялар жабылады, немесе прибыль есептелмейді. То есть біздің жоспарымыз орындалу үстінде. Беріш, мына жерде брейкерлік коррекция. 4 сағаттық бізде пайда болды тоже брейкерлік аймағы. То есть мынау уже бізде былайша айтқан кезде кепілдіктер болады. Сондағы әрі осымен қарастырсақ, аймақ, аймақта 2:27. Ал мына аймақпен қарастыратын болсақ, брейкер блок, фрактальный рейд жасады и 1 сағаттық тоже волюм контроль бізде брейкер блок туындады. Ол бірақ кешегі күнде. Әрине ол кезде уже көбірек болады. Сол себепті бұған не только әрі просто 4 сағаттық переменныймен более спокойнырақ болғандықтан 2:27 деп қалдыра берейік. Бірақ екінші сценариймен де мындай да бір қозғалысты қарастыруға болушы еді. Бұл бір. Енді мына жерде өзгеріс алып тастап, жоғары қарай қозғалысты қарастырып көрейік. Просто мен бір комьюнитилардан көрдім, осы USHPY-ды лонгқа қарастырған адамдарды. Енді олар қалай қарады, соны өзіміз бірге отырып жасап көрейік. Бізде диапазон бар. Егер локально алатын болсақ, осындай. Глобально алсақ, осындай болып келеді. Бізге локально ала берсек те болады. Өйткені қозғалыс бізде мына жерде орналасқан rejection блокқа тиіп жалғастырды. Сондағы осында импульс сатып алушылар жағынан туындады. Соңғы реакция алғанда мына жердегі ликвидность болды. Ол бізде күндік режим. Фрактальный просто FL. Біздің точка А-мыз ретінде санайық. И точка Б ретінде в идеале мына жердегі имбаланстар болады. Себебі бұл күндік таймфреймдегі пайда болған имбаланс, реакция беру мүмкіндігі жоғары. Бірақ басқа комьюнитиларда осылай ұстаған, то есть мына жердегі ликвидностьқа дейін. Бұл бізде болмыз ретінде болатын деген ниетпен. Енді 4 сағаттық таймфреймде олар мына аймақта пайда болып жатқан ордер флоуға сүйенді, баға жоғары қарай барады деген. Бұл да қате емес, то есть бұл да дұрыс болуы мүмкін. То есть имеется в виду, мына жерде де бізде ордер флоу қалыптасты. Пайда болған, то есть импульстың басталған аяқталған жері, баға коррекцияның қозғалыс жасады дискаунт аймақтарына дейін. И тағы да бізде өзінен кейін брейкер блок аймағы құрылды мына жер. То есть адамдар осылай сделка ашты. Осы брейкер блоктан коррекция келді осы жерге дейін. Осы аймақта, немесе более мына жерде 6 период осы жерде. То есть қазіргі таңда адамдарда осындай да позиция ашық, біреу лонгқа қарастыруда. Бұлай екеуі де қолданысқа ие бола алады. То есть лонгқа да и шортқа да қарастыру. Бірақ лонгқа қарастырудың бір кедергісі, ол біздегі мына жерде туындаған имбалансқа бағаның реакциясы.
То есть біз нақты білмейміз, имбалансты бұзып өте ме әлде өте алмай ма деген. Ал шортқа қарағанымыз, біз мына жердегі имбалансты керісінше өзіміздің подтверждениеға ие алып жатырмыз. Мына жердегі имбалансқа подтверждение беріп, мына импульсті қозғалысты диапазон ретінде алып, и төменге пайда болған ликвидностьтігі мақсат ретінде алудамыз. Және де пайда болған переменалар, мына жердегі компрессия, сатып алушылар жағынан туындамаған ешқандай да имбаланс, егер туындаған өзінде оларды тез басып өтті. Осы аймақтар бізге как бы подтверждение болды, төменге қарай ашылған. То есть мына жерде екі бағытқа да сауда өсу мүмкіндігі болғандықтан шатастыру мүмкін, бірақ өзіміздің изначально құрған жоспарымызға сенгеніміз абзалырақ болады, қаншалықты басқа адам шешімі одан кейін дұрыс болып кетпесе де. Бірақ мына жердегі мынау брейкер болып құрылған қарасақ, өте әлсіз сатушылар жағынан туындаған қозғалыс. Ешқандай да имбаланс жоқ сатушылар жағынан. Вот осы қозғалыстың себебінен төменге қарай ашу кішігірім сомнительно. Себебі мына жерде қозғалыс сатушылар жағынан дәл сатып алушылар жағынан ұқсас болып тұр. То есть екеуі де әлсіз. Бірақ өзіміз құрған жоспар бойынша брейкер блок и также дәлел ретінде брейкер блок нарративпен қоса. То есть бізге ашуға мүмкіндік береді позицияны. Хоть 4 сағаттан, хоть кеше 1 сағаттан болсын. Позиция мына жердегі коррекцияның қозғалысқа ұқсас болғандықтан сатушылардың әлсіздікті орындалу вероятностін төмендетеді. То есть бұл позицияны ашуға да болады и ашпай қоюға да. Неліктен? Ашсақ қате болмайды. Ашпасақ просто біз өзіміздің кішігірім вероятность төмендеген кездегі сапасыздау позицияны ашпау болады. Мысалға, егер мына жерде имбаланс құрып баға сатушылар жағынан күшті көрсететін болса, орындалу мүмкіндігі жалпылама алатын болсақ субъективно 80-20 делік, немесе 75-25 деген секілді. Ал егер де осындай коррекцияның қозғалыста сатушылар өзінің күшін көрсетпесе, біздің вероятность осы позицияның орындалуы бір 5-10%-ға түсіп кетеді. То есть уже 60-40 деген секілді, немесе 70-30. 70-30 емес, скорее 60-40. То есть егер де вероятностьқа қарай қарастыратын болсақ, бұл позиция сомнительная. Ал лонгқа ашқандар тоже кішігірім екі жақты ой болғандықтан USHPY-да позицияны ашуға болады и шпекуға да болады. Потому что вероятность жаңа түсіндірген бойынша аздап жерге қозғалысқа қарасақ. Жалпы бұны тұрды. Алтын. Алтын кеше біз локально шотқа қарастырған болатынбыз, бұл бірақ позиция ашылмайды ол кезде. Просто біздің былайша айтқан кезде қандай да бір қозғалыстың мүмкіндіктерін қарастыру болған. То есть бізде rejection блок бар. Фрактальный осы аймақта орналасқан. Мына реконстралды 15 минутқа өту. И мына аймақтағы брейкер блок и төменге қарай қарастыру. Жақын орналасқан ликвидностьқа дейін. Ол бізде мына. Бірақ бұл қозғалыс бізде сағат 7:30-да таңғы уақыттары болған. Жалпы алтында әзірге прям сауда жасалатындай мүмкіндік көріп тұрған жоқпыз. Коррекциясы келсем жақсы әрине, бірақ мына жерде сағатты не лонг, не шортқа кіру кішігірім сомнительно. Евро мен фунт секілді қозғалыс. Бізде серебро бойынша жоспарымыз имбалансқа келді. 1 сағаттық таймфреймде бізде также брейкерлік аймағын құрды. То есть біз кеше күткеніміз бойынша осы аймақтан брейкер блокты құру. Мына жерде қозғалыс кішігірім әдеміректеу бізде USHPY-ға қарағанда. Себебі мына жердегі брейкер блок уровеньді бұзып өтті. Импульсивті түрде өзінен кейін имбаланс қалыптастырып. Бірінші жоспар бойынша осы аймақтағы брейкер блок бойынша кіру болды. Екінші жоспарымыз бойынша міне опорная область, 4 сағаттық фрактальный рейд и 1 сағаттық Oiling Confirmation. Кеше
кешке жақын мына жерде бізге фрактальный рейд жасады. Мына жерде 2 мисал кетті. 1 сағаттық таймфреймде бізде брейкер лог аймағы құрылды. Міне максимумы, оның минимумы мына аймақта тұр. То есть бұл позиция осылай қарастырылған. Брейкер блокқа коррекция келеді, стоп лосс мына аймақта, ал тейк профит өзіміздің жоспарымыз бойынша. То есть осылай, то есть өзіміздің жазып қойған жоспарымыз бойынша болды. Мынау бір. Бұл уже қарастырылып отырғандықтан, екінші жоспар бойынша позицияны ашу уже қажет емес. Себебі бұл уже тиімдірек те болады. Бізде пайдаланған рейтинг лог и бізде фрактальный рейд жасады. Бірінші жоспарымызды алып тастай тұрайық, себебі уже екінші орындалды. Инвестиция сауда жасау барысында. Бізде 3-те опция бар. Келесі бізде гер. Гер 40-та бізде коррекцияның қозғалыс премиум зонасына дейін келді. Жоғары орналасқан имбалансқа отторжение жасады. Сатушылар жағынан минус екенін көре аламыз. Бірақ мына жерде сатып алушылар жағынан имбаланс құралды. Сол себепті біз төменге бару мүмкіндігі көп екенін айта алмаймыз. Әлі де баға премиум зонада сауда жасауда. 4 сағат таймфреймде консолидациялық қозғалыс. Бірақ бізде сатушылар жағынан күшті көрсететін аймақ тек қана осы rejection блок. Бірақ төменгі жақта да кері объем беретін имбаланстар бар сатып алушылар жағынан. Әзірге бір жақты қозғалыс көріп тұрған жоқпыз, екі жақта да объем болғандықтан. Сол себепті болды бізде режим ожидания гер. Общий төменге қарастырып отырмыз, но ол сценарий әлі орындалған жоқ, сол себепті режим ожидания. Қорытындыға келетін болсақ, бізде бүгін 2 маңызды жаңалық шығады. Мына жерге предыдущий прогноз бойынша қарастыратын болсақ, долларға жақсы әсер етуі мүмкін. Доллар өзі коррекцияның қозғалысы лонгта жүр, 4 сағаттық ордер фолмен. Еврофунт қозғалыстары онша емес, өйткені коррекцияда жүр. Үйде JPY біздің жоспарымыз бойынша келді, бірақ мына жерде вероятность аз болғандықтан бұны, скорее всего, ашудың қажеті жоқ. Уже жаңағы вероятностьті ойластырғаннан соң. Сол себепті үйде JPY әзірге bearish болғанымен де скорее дегеніміз. Себебі вероятность орындалу мүмкіндігі аздау. Алтын күту, ал серебро бойынша жақсы келіп тұр. Егер серебро бойынша позиция орындалмайтын болса, бұл өкінетіндей емес болушы еді. То есть бұған уже сожаление аздау болады. Себебі жақсы келіп тұр. Орындаған жоспарымыз бойынша сатып алушылардан күш көрсетілген имбаланс. Бірақ әрине мына жерде уровень бар, бағаны жібермей тұрған. Егер сол уровеньнен де баға өтетін болса, бізге плюс болушы еді. Егер әлі де түсініксіз, то есть екі жаққа да тұр. Бірақ біздің общий жоспарымыз төменге қарай болғандықтан, төменде әзірге әлі де күтудеміз. То есть бұл жерде режим ожидания. Былай бітті. Қандай бір сұрақтарыңыз болса, қоя аласыздар. Ал езучіпеға позиция ашылса, оны жауап салуға болады. Мен солай жасаймын. Ал сізден сұрайын деген естіліп жатыр ма? Иә. Почти что мына жерде қазір 4 сағаттық таймфреймде соңғы қызыл тұр ғой. Дәл сол жерден уже төмен қарай кетеді деп шорт ашсақ болмай ма? Қандай активте? Гер 40-та. Мені көрдіңіз бе? Соңғысы кішкентай қызыл. Мына аймақ па? Иә. Бұл жерден ашу мүмкіндігі бар, бірақ төменгі жақта кедергілер саны әлі жабылмағандықтан кішігірім сомнительно бұл жерін ашу. Сомнительно дейсіз бе? Бірақ ашуға болады. Мысалы ана жерде орналасқан индюсмент, стоп лосс мынау аймақ.
Ал take profit мына мақсатқа дейін деген секілді. Или бұл әшейін коррекция болып жатыр ма? Иә, коррекция болып тұрған сияқты меніңше. Ол Не то, что коррекция, скорее консолидация. консолидация болады дейсіз ба? То есть екеуі де бар мына жерде. Бізге мынау rejection блок кішігірім әлсіздеу болып тұр. Себебі бұл коррекцияның қозғалысында пайда болған. Более вероятно, бізде мына жердегі имбаланстар кішігірім жабыса, импульс керек бізге сатушылар жағынан былайша айтқан кезде. Орындалу мүмкіндігі мына жерде аздау. Переменаларға қарайтын болсақ, кедергілерге. Өйткені 19 август күні, иә 19 деппін ғой, 17 августтен қазір көрейінші, 20 августқа дейін ол жерде прям риски төмен түсу бар ғой. Иә, жалпы кеше бізде импульстерде жоғары қарай көтерілген. Бірақ Иә, біз иә. явный ма, явный емес па түсініксіз болып тұр. Баға общий примерно сатушылар жақта. Мына жердегі имбаланс максимумде бұзылған жоқ. Төменге қарай жабылды. Общий ноль диапазон. Брейкер блок аймағы тоже сатушылар жағынан туындады. Егер бұны бұзып өтсе, қиын болады енді төменге қарай қарастыру. Әзірге бізде дәлел жоқ, просто төменге қарастыратындай объективно. Күндікте бізде тек қана имбаланс қалыптастырады сатушылар жағынан. Сол себепті явный переменалар болмағандықтан төменге ашу сомнительно. Төменге ашу сомнительно. Просто мына жердегі переменалар бар, имбаланс бар, бірақ оған қандай реакция алды деген сұраққа жауап беру керек. Егер одан кейінгі реакция бізде сатып алушылар жағынан болса, төменге қарастыру ол кішігірім дұрыс емес деп. То есть реакция керек бізге сатушылар жағынан. Жалпы осыдан кейін тағы бір нәрсе сұрайыншы деген, и сосын тағы бір ютубта Чингиз, по-моему, Чингиз ба или білмеймін біреу, прям 5 жасар балаға да трейдингті үйрену оңай деп сөйтіп айтып жатыр да. Но бірақ мен қазір өзім опытымда үйренуім, сіздің видеоңызды 10 реттен көруімнің арқасының өзінде зорға үйреніп жатырмын ғой. И то компьютерім тек қатып қалатыны бар кейде ше. Ол сіздерде де бола ма сондай? Компьютердің қатқаны менде болмайды. Вот. Ол интернеттен бола ма көбінесе? Производительность ғой. Қандай видеокарта сізде, қандай оперативная память бар сізде. Ал вот оқу Мен шынымен қиын. жай ашады. Өткендері мен демо счетпен де ашып көрдім. Сөйткен біресе қатып қалады, біресе 2 рет не стоп лосс қойылады, тейк профиттер 2 рет қойылады. Или компьютерімнен көрдім ба, или өзімнен көрдім ба, білмедім. Ол кезде вообще минусқа кіріп кетіп жатырық қой. Әрбір позицияны ашар бұрын оны журналға тіркеп отыру керек болады. Ой, бездумно позицияларды аша бермейсіздер. Жалпы эфир Анализ жасауда қиындау болып кетеді. Біресе мына анализ жасап көрсеңіз, анауысы мынандай болып қалады. Бэктестті де көрдік. Ол жерде де сәл шамсыз үйренуіміз әлі де көп нәрсе екен. иә, әрине. Ертең тағы да дәл осындай практика бола ма? Бүгін кешкі сағат 7-де бола ма, болмай ма сабағымыз? Ертең сағат 11-де болады. Бүгін кешкі сағат 7-де бұрынғыдай болмайды, иә? Иә, уже ол аяқталды. Сіздерде тағы еще акциямен сауда, сосын инвестиция туралы да
айтып өтесіздер ма бұл сабақтың барысында? Мен Осы өтпеймін, аптаның соңында? бағдарламаның ішіндегі сабақтарға көре аласыз. Оны тек қана ризықтың ішіндегін ма? Иә, М. Сонымен осы ертең уже соңғы күн ба? Сағат 11-дегі. предпоследний. Ал? Предпоследний. Предпоследний дейсіз ба? Соңғы Соңғы сабақ қандай болады? қорытындылау. Қорытындылау. М, Жарайды. Сәттілік сізге де. Иә, Рахмет. сіздерге де. Жалпы қатысқандарыңызға рахмет. Келесі төртінші күнде кездескенше сау болыңыздар. Жақсы, сау болыңыз.